Қайырлы күн. Stories Like Time'на қатысу үшін Instagram'a кіреміз. Одан кейін хэштег жазылған постымызға өтеміз. Пост соңындағы хэштегті басамыз. Осы хэштегте мінеки хэштег қойған посттар шықты. Соны ең біріншісін басамыз. Мынау міне жоғарыда аккаунты тұр, Аманат Хомдари. Мен басамыз осы аккаунттың. Аватаркасын басамыз. Үстінен ешқандай сторис шыққан жоқ. Яғни бұл кісі сторис салмаған деген сөз, қайтып назад. Екінші пост салған адамға кіреміз. Мейрамбектің мархабаты, осыған кіреміз. Аватаркасын жан-жағы қызыл думалақ болып тұр. Яғни бұл кісі сторис салды деген сөз. Аватарканы үстін басамыз. Мінеки стористары кісінің салған. Осы стористарын көреміз. Одан кейін ең астындағы отправить сообщенияны басып, смайликтер тұр. Осы смайликтерін біреуін жіберіп, кері байланыс жасаймыз. Қанша сторис салса, сонша сторисын көреміз. Қайтадан назад. Келесі парақшаға өтеміз. Мадина Тлешеваны басайық аккаунтын. Аватаркасын басамыз. Бұл кісі де сторис салмаған екен. Шығамыз. Екінші мына кісінің Рабиға ханымның аккаунтын басамыз. Қызыл болып тұр. Кіреміз. Сторис салыпты, мінеки. Карантин бітіп жұмысымызға шықтық, Аллаға шүкір деген секілді. Ондай смайликтер жіберіп қоямыз, кері байланыс жасап. Мінеки. Осылай стористарын көреміз. До конца көруіміз керек. Осылай бір-бірімізге қолдау көрсетеміз.